Сәлематсыздар ма? Осы бағдаршам тәсілін көрсетем деп жүргеніме бірталай уақыт өтті. Сәті бүгін түсіп тұр. Жасалу жолын қараймыз. Жаңадан слайд құрыңыз. Қажет емесін алып тастаңыз. Вставка, фигуры деп прямоугольник фигурасын таңдап, бағдаршамыңызды сызып алыңыз формасын. Заливка фигуры сұр түс таңдаңыз. Контур, нет контура. Енді бізге шеңбер қажет болады. Бірінші шеңберді сызып алыңыз. Размерін келтіріп алыңыз. Байқағандарыңыздай үлкендеу, сәл кішірейтіңіз. Нет контура деңізде түсін бірінші бізде қызыл тұрады. Қызылды қоямыз. Екіншісі копировать ставить, үшіншісі копировать ставить. Жобасы келді, екіншісін түсін сары қылыңыз, үшіншісін түсін жасыл қылыңыз. Бәрін белгіленіз. Оң жаққа көшірмесін шығарыңыз. Енді бізде бұның түсін сәл прозрачность дейді, соны түсіреміз. Мышкасын оң жағын басыңыз. Заливка, прозрачностьқа 70 қойыңыз. Көргендеріңіздей сәл анығы түсті. Так, 70. Үшіншісі дәл солай прозрачность 70. Енді бізде мынаны басқанда мынау жану керек, е? Бұны біз сәл-сәл эффектіға барамыз да, свеченияға түсін қызыл деп таңдап, оннан бір 5-ке түсіресіз. Екіншісі дәл солай эффекті сары 5. Үшіншісі жасыл эффекті 5. Бәрі дайын. Енді үлкейтіп, үстіне әдемілеп қойып алайық. Кейін уақыт алмайтындай. Бұны сәл түсірсек бізде жетеді. Так, бұл да жетеді. Негізі арасын сәл ашу керек болып тұр, е? Ерінбей жасайық, жақсы. Әдемі тұрсын. Так, оны сәл көтерейік те, сәл қызылды осылай қоямыз. Так, жақсы тұр. Енді біз тағы да оңға шығарайық, настройкасын жасайық. Бұның басқанда біз анимация, яғни жоғалып кету керек. Выцветанием басамыз. Мынаны басқанда бізде бұл шығу керек. Выцветание, появление басамыз. Енді область анимация ашылыңыздар. Мынаны белгілейміз қызылды. Триггер, овал 4 дейміз. Тексереміз, керемет жасайды. Келесі бізде выцветание, бұл да выцветание. Бұнда жасап тастайық. Добавить выцветание, выцветание. Так, хорошо. Мынаны басқанда бізде триггер 6 болады. Так, мынаны басқанда бізде 7 болу керек, қателеспесем. Так, керемет жасап тұр. Енді орнынан шығу үшін өйтіп орнына қойып қойыңыздар. Тексерейік. Енді біз астына баланың атын жазамыз ғой. Вставка, надпись, мына жерге мысалы кім? Бекзат, например. Мына жерге қойып алыңыздар. Қызыл қылсаңыздар, сәл үлкендеу, жирный и шрифтін ауыстырыңыздар. Қандай шрифт бар бізде әдемі? Міне. Бекзат дейді. Так, қойдық. Енді бірнеше бала болады сіздерде. Барлығын белгілеп, копировать етіп, мына жерге қойсаңыздар болады. Мысалы асылда. Так, атын қойыңыздар. Дұрыстап қойыңыздар астына. Так, екеуін копировать етіп, қайта-қайта отырмас үшін. Тағы да сөйтіп балдардың атын жазып шығасыздар. Қажет көп дейтін болсаңыздар, бағдаршамның түсін сәл, размерін сәл кішілеу болыңыздар. Так, хорошо. Тексерейік ал. Сары бар, қызыл бар, жасыл бар. Төменгі жағына мағынасын жазып қоюға болады, яғни қызыл түсіндім, түсінбедім, жасыл түсіндім деген сияқты тағы басқа. Осымен дайын сабағымыз.